Сәлем балалар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен 7-ші сыныптың 2025 жылғы шыққан English Plus кітабы бойынша сабақтарды бастаймыз. 7-ші сынып English Plus Second Edition. Students Book 32-33 беттердің тапсырмалары. Exercise 1. Put the words in the box into the correct group дейді. Мына қорапшада берілген сөздерді дұрыс топқа орналастырамыз, иә? Енді бұл сөздерді аударып алайық. Mountains, таулар, hotel, бұл қонақ үй, plane, бұл самолет, sightseeing, ұшақ, иә, немесе sightseeing, бұл көкті жерлерді аралау, guest house, бұл қонақ үй, яғни бұл жерде отель сияқты емес, жаңағы жер үйлерді арендаға алады, сондай қонақ үй. Бас, бұл автобус, shopping, бұл сауда жасау, дүкен аралау, lakes, бұл көлдер. Енді осы сөздерді дұрыс топқа қосып шығамыз. Places to stay, яғни тұратын жер, үй, не, квартира деген сияқты. Activities, істер, әртүрлі қызықты істер, жасайтын. Locations, бұл жерлер, баратын жерлер. Transport, бұл транспорт, яғни көліктердің түрлері. Енді осы сөздерді дұрыс топқа қойып шығатын болсақ. Бір бізде places to stay-ға hotel, apartment, hotel, guest house болады. Екі activities, eating and drinking, sightseeing, shopping қойылады. Мына жерде нөмірлер берілген, сол бойынша мына жерге қойып шықтым. Осы бойынша жазасыздар. Locations, city, mountains, lakes, transport, train, plane, bus болады екен. Осы нөмірлер бойынша жазып шығасыздар. Келесі, choose the correct word, дұрыс сөзді таңдауымыз керек. My brother and I go to school by bus. Автобуспен барамыз дейді. I go hiking in the mountains. Мен тауда жаяу жүруге барамын, жаяу жүремін немесе. Independence Square is a popular place for sightseeing. Independence Square деген бұл тәуелсіздік алаңы. This has got 500 rooms дейді. 500 бөлмесі бар отель, яғни. Main Нұрсұлтан Назарбаев International Airport дейді. Аэропорт, сондықтан planes болады, ұшақтар. Let's go shopping and buy some clothes for winter. Киім алайық дейді, яғни шоппингқа барады. Келесі, үшінші жаттығу. Work in pairs to the Kazakhstan holidays and travel quiz. Listen and check your answers дейді. Мына жерде Қазақстан және жаңағы Қазақстан мерекелері және travel, путешествие деген осы тест жасауымыз керек екен, және тыңдап жауаптарымызды тексереді екенбіз. Бұл жерде біріншісі where is this famous hotel дейді. Бұл танымал отель қайда дейді. Ол Алматыда. Бұл Қазақстан отель Алматыда. What is in this tasty dish? Noodles, onions and lamb болады екен. Lamb деген бұл қойдың еті. What is the name of these snowy mountains? Мына қарлы таулардың аты қандай дейді. Бұл бізде Тянь-Шань. Тянь-Шань деп жазамыз. Келесі. In which city can we find this beautiful church? Мына шіркеу қай қалада? Бұл Ақтөбе қаласында. What type of popular transport is this? Қандай танымал транспорт түрі? Бұл бас, автобус. Which important sightseeing spot is this? Мынау қандай танымал жер дейді. Бұл Қазақ елі монумент, қазақ елі монументі. Келесі, what do people do in this modern building? Мына заманауи ғимаратта адамдар не істейді дейді. Go shopping. Бұл үлкен сондай торговый центр, және which natural lakes is this person walking around? Қандай көлдің жанында жүр бұл кісі? Көлсай lakes, яғни Алматыдағы Көлсай көлдері екен. Келесі, төртінші жаттығу. Find the adjectives in the quiz. Complete sentences with an adjective. Жаңағы осы тесттің ішіндегі сын есімдерді табамыз, мына тесттің ішіндегі, және солармен мына сөйлемдерді толықтырады екенбіз. Мысалы, Big Almaty Lake is a beautiful place in the Trans или Алатау Mountains. Әдемі жер деп айтамыз. Presidential Palace is a famous building. Танымал ғимарат. Шымбұлақ is a snowy ski resort. Қарлы шаңғы шаңғы
тебетін жер, яғни. Kumuz is a popular drink, танымал ішімдік. Almaty is an important city, маңызды қала. Charan Canyon is a natural feature, яғни табиғи жер, Келесі, 5-ші жатту. A friend from another country is going to visit you for 3 days. Басқа елден, шетелден сенің досың келіп, сені 3 күнге келе жатыр саған, яғни. Make a list of things to do and places to go during the visit. Discuss your list. Use the words and ideas in exercise 2 and 4 to help you. Яғни, баратын жерлерің, істейтін істердің тізімін жаса дейді. Сол тізімді жаңағы досыңмен талқыла дейді. Және 2-ші, 4-ші жаттығудағы сөздерді, идеяларды қолдан дейді. Мысал ретінде осындай диалог жазсақ болады. Аружан, hi Emma, welcome to Almaty. Emma, hi Аружан, I'm so happy to be here. What are we going to do? Сәлем Эмма, Алматыға қош келдің. Сәлем Аружан, мен осында болуға өте қуаныштымын. Біз не істейміз? Мен 3 күнге план жасадым. I made a plan for 3 days. On the first day we'll go to Көктөбе Hill. Бірінші күні Көктөбе төбесіне шығамыз, Oh nice, what can we do there? Ол жерде не істей аламыз? We can ride the cable car. Канат жолдар бойынша көтере аламыз. Take photos, суретке түсе аламыз. See the whole city, бүкіл қаланы көре аламыз. In the evening we'll walk in the Панфилов парк. Кешке Панфилов паркта қыдырамыз. Sounds great, керемет естіліп тұр. What about the second day? 2-ші күнше we'll visit the Central Museum and learn about Kazakhstan. Орталық музейге барып, Қазақстан туралы үйренеміз. Then we can play football or table tennis. Одан кейін футбол немесе үстел теннисін ойнасақ болады. Cool. And on the last day, ең соңғы күнше, we'll go to meadow in the mountains. Таулардың арасында медеуге барамыз. If it's winter, we can play in the snow. Then we'll go shopping at Достық Plaza. Қыс кезінде біз қар ойнай аламыз. Одан кейін Достық Плазаға сауда жасауға бараламыз, дүкен аралауға. Wow, I can't wait. Wow, асыға күтіп тұрмын. Thank you, Аружан. Рахмет, Аружан. You're welcome, Emma. It will be a fun trip. Оқас жоқ, Emma. Бұл көңілді саяхат болады. Деп осылай мысал ретінде жазсаңыздар болады. Немесе өздеріңіздің қалаңыздың баратын қызықты жерлері, жасайтын істерді жазып алмастырып алсаңыздар болады. Осымен бұл 32-33 беттің барлық тапсырмаларын аяқтадық. Пайдалы болса, видеоға лайк басып, комментарияға жылы сөздерді білдіріп кетуді ұмытпаймыз. Міндетті түрде қолданыңыздар. 7-ші сыныптың барлық видеоларын шығаруға тырысамыз. Сау болыңыздар.